Құрметті тыңдармандар, әңгімемізді бастамас бұрын арнамызға жазылып, бейнеге лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, пікірге қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды жазып кетсеңіздер, бізге өте қызық болады. Барлық пікірлеріңізді оқимыз және әрбір қолдауларыңызды бағалаймыз. Ал енді, жүрекке жететін әсерлі оқиғаны бірге тыңдайық. Балмұр терезе алдында үнсіз тұрды. Күздің алғашқы салқыны сезіле бастаған таң еді. Университет жатақханасының 4-ші қабатынан қала көшелері алақандағыдай көрінетін. Асығыс өтіп жатқан адамдар, автобустар, қолдарына кітап ұстаған студенттер, барлығы өз тіршілігімен әлек. Ал Балнұр болса, алдағы өмірін ойлап тұрған. Ол кішкентай ауылдан шыққан қарапайым қыз болатын. Әкесі Еркін өмір бойы жүргізуші болып жұмыс істесе, анасы Күләш мектеп асханасында еңбек ететін. Жағдайлары аса бай болмаса да, қыздарының білім алуына барын салды. Балнұр мектепті үздік бітіріп, үлкен қаладағы университетке грантпен түскенде, бүкіл ауыл қуанып еді. Қызым, оқуымды жақсы аяқта, өз күніңді өзің көретін азамат бол, деп әкесі шығарып салған болатын. Сол сөз Балнұрдың жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Ол сабаққа ерекше жауапкершілікпен қарайтын, болашақта жақсы маман болып, ата-анасына көмектесуді армандайтын. Жатақханадағы қыздардың көбі кешкісін қыдыруға шыққанда, Балнұр кітапханада отыратын. Сен өмірден құр қалып жүрсің деп білетін құрбысы Әсем. Алдымен диплом алып алайын, қалғаны кейінде болады деп жымиып жауап беретін Балнұр. Бірақ оның да жүрегі бар еді. Кейде түнде терезеден жұлдыздарға қарап отырып, болашағын елестететін. Бір күні сүйетін адамы кездеседі, өзін сыйлайтын, құрметтейтін жан болады. Екеуі бірге бақытты отбасы құрады. Бұл әр қыздың арманы емес пе? Сол күні университетте сабақ ерекше ауыр өтті. Балнұр кешке дейін аудиториядан шықпады. Сағат 6 шамасында ғана сыртқа беттеді. Күн батып бара жатқан. Қала көшелері қызғылт түске боялып тұрды. Балнұр аялдамаға қарай асықпай келе жатқанда, кенет алдынан бір жігіт шықты. «Кешіріңіз, сағат қанша болды?» деді ол сыпайы үнмен. Балнұр телефонына қарап, 6:30 деп жауап берді. Жігіт күлімсіреді. «Рахмет». Осылайша олар бір-бірінен алыстап кетті. Балнұр оған аса мән берген жоқ. Бірақ әлгі жігіт оның соңынан ұзақ қарап тұрған байқамады. Оның аты Талғат еді. Сол күннен кейін Балнұр бірнеше рет әлгі жігітті университет маңынан көре бастады. Бірде асхана алдында, бірде кітапхана жанында, бірде аялдамада. Әуелде кездейсоқтық шығар деп ойлаған, бірақ күндер өте келе, оның өзін әдейі күтіп жүретінін сезді. Бір күні сабақтан шығып келе жатқанда Талғат қайта жолықты. «Сәлем, мен Талғат болам», деді ол. Балнұр тосылып қалды. «Сәлем, сізді бірнеше рет көрдім, таныссақ қарсы емессіз бе?» Қыз үндемеді. Бейтаныс жігітпен сөйлесуге үйренбеген еді. «Қорқпаңыз, жай ғана танысайық дедім», деді Талғат күліп. Оның дауысы жұмсақ естілді. Балнұр да еріксіз жымиды. «Мен Балнұрмын. Өте әдемі есім екен». Осылайша олардың алғашқы әңгімесі басталды. Сол кеште жатақханаға оралған Балнұр әлдебір ерекше сезімде болды. Өзі де түсінбеді, неге екенін. Талғаттың жылы көзқарасы есінен кетпей қойды. Ал дәл сол сәтте қаланың басқа бір шетінде Талғат достарымен отырып әңгімелесіп жатқан еді. «Қалай, ұнады ма?» деп сұрады достарының бірі. Талғат күліп қойды. «Ұнады. Ендеше көп күтпе, мұндай қыздар оңайлықпен қолға түспейді». Талғат үндемеді, бірақ оның көзінде біртүрлі суықтық жылт ете қалды. Балнұр байқамаған бір шындық бар еді. Талғат оны кездейсоқ кездестірмеген. Оны бірнеше аптадан бері сырттай бақылап жүрген. Ал Балнұр болса, алда өзін қандай тағдыр күтіп тұрғанын мүлде білмейтін. Сол түні ол тәтті армандармен ұйықтап кетті. Ал тағдыр болса оған мүлде басқа өмір дайындап қойған еді. Балнұр сол күннен кейін Талғатты жиі ойлай бастады. Өзіне өзі таңғалатын. Бұрын сабақтан басқа нәрсеге алаңдамайтын қыздың жүрегінде белгісіз бір сезім оянып келе жатқан еді. Талғат күн сайын дерлік хабарласып тұрды. Алғашында жай ғана амандасатын, кейін сабақтарын сұрайтын, университеттегі қызықтарын әңгімелейтін. Балнұр оның жанында өзін еркін сезінетін. Талғат та дәл соны күткенде еді. Ол асықпады. Балнұрдың сеніміне біртіндеп кіріп келе жатты. Бір күні сабақтан кейін Талғат қоңырау шалды. «Балнұр, уақытың бар ма?» «Иә, не болып қалды?» «Қаланың орталығында жаңа кітап көрмесі ашылыпты. Барып қайтсақ қалай қарайсың?» Балнұр біраз ойланып қалды. Әдетте мұндай ұсыныстардан бас тартатын, бірақ бұл жолы келісті. «Жарайды». Талғаттың дауысы қуанышқа толды. «Онда 1 сағаттан кейін кездесеміз». Сол күні олар ұзақ серуендеді. Кітап көрмесін аралады.
Қала көшелерімен жүрді. Балмұздақ жеді. Талғат өте сыпайы көрінді. Қызға ауыр сөздер айтпайтын, үнемі күлімдеп жүретін, тіпті жолдан өткенде көліктерден қорғаштап қасынан шықпайтын. Осындай ұсақ түйек қамқорлықтар Балнұрдың жүрегін жылта түсті. Кешке жатақханаға қайтқанда құрбысы Әсем бәрін бірден түсінді. Айтшы, кіммен жүрдің? Балнұр қызарып кетті. Ешкіммен. Маған өтірік айтпа. Жай ғана таныс жігіт. Аты кім? Талғат. Әсем бірден күлді. Біттің сен. Неге? Ғашық болып қалған сияқтысың. Балнұр үндемеді. Өйткені құрбысының сөзі жүрегіне дәл тиген еді. Арада бірнеше апта өтті. Талғат пен Балнұр күн сайын сөйлесетін болды. Кейде кафеде кездеседі, кейде саябақта қыдырады, кейде телефонмен сағаттап әңгімелеседі. Балнұр оған өзінің армандарын айтты. Болашақта жақсы жұмыс істесі келетін, ата-анасына үй алып бергісі келетін, әкесінің денсаулығы соңғы кезде сыр беріп жүрген. Талғат үнсіз тыңдайтын. Кейде сен өте жақсы қызсың Балнұр дейтін. Осындай сөздерді естіген сайын қыздың жүрегі елжірейтін. Бір күні демалыста Балнұр ауылға қайтты. Үйге кірген бойда анасы оны құшақтап алды. Қызым, сағынып қалдық қой. Әкесі де ерекше қуанып қарсы алды. Кешкі шай үстінде анасы кенет сұрақ қойды. Балнұр, біреумен сөйлесіп жүрсің бе? Қыз тосылып қалды. Неге олай сұрадыңыз? Ана жүрегі сезеді. Балнұр ұялып күлді. Бір жігіт бар. Анасы мен әкесі бір-біріне қарады. Қандай жігіт? Аты Талғат. Әкесі үнсіз қалды. Сәлден кейін ғана сөйледі. Қызым, жақсылап таны. Адамның шын мінезі бірден білінбейді. Білемін әке. Біз сенің бақытыңды ғана ойлаймыз. Балнұр басын изеді. Ол кезде әкесінің бұл сөздерінің қаншалықты маңызды екенін түсінбеген еді. Қалаға оралған соң Талғат бұрынғыдан да жақындай түсті. Бір күні кешке саябақта екеуі ұзақ отырды. Күздің салқын желі соғып Айналада алтын түсті жапырақтар ұшып жүр. Талғат кенет үнсіз қалды. Сосын Балнұрға бұрылды. Мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Айта бер. Мен сені жақсы көремін. Балнұрдың демі тарылып қалғандай болды. Осы сөзді күтсе де, дәл осылай естимін деп ойламаған еді. Балнұр, сен менің өміріме ерекше адам болып кірдің. Қыздың көзіне жас келді. Ол алғаш рет өзін бақытты сезінді. Алғаш рет болашағын біреумен бірге елестетті. Сәлден кейін ақырын ғана. Мен де сені жақсы көрем деді. Талғат оны құшағына басты. Балнұр сол сәтте тағдырын таптын деп ойлады. Бірақ дәл сол түні Талғат басқа адамдармен кездесуге кетті. Қаланың шетінде орналасқан ескі дәмханада бірнеше жігіт күтіп отыр екен. Талғат үстелге жайғасқанда олардың бірі сұрады. Сонымен қыз көнді ме? Талғат мысқылдап күлді. Көнді. Енді не істейсің? Талғат шайын ұрттап қойды. Әлі ерте, аздап күтейік. Алып қашатын күнді белгілейміз бе? Талғаттың ерінде суық күлкі пайда болды. Белгілейміз. Ал сол уақытта Балнұр жатақханада жастығына басын қойып, болашақтағы бақытты өмірін армандап жатқан еді. Ол сүйген адамның дәл қазір қандай жоспар құрып отырғанын білмейтін. Күз аяқталып, қыс жақындай бастаған еді. Балнұрдың өмірі соңғы айдарда мүлде өзгеріп кеткендей болатын. Бұрын сабақ пен кітаптан баса алмайтын қыз енді әр күнін Талғаттың хабарламасымен бастайтын болды. Таңертең көзін аша сала телефонына қарайтын. Қайырлы таң Балнұр, бүгінгі күнің сәтті өтсін. Осындай қарапайым сөздердің өзі оның көңілін көтеріп жіберетін. Талғат та соны жақсы білетін. Ол Балнұрдың сеніміне толық кіріп алған еді. Бір күні сабақтан кейін олар қаладағы саябақта кездесті. Айнала аппақ қарға оранған. Балалар шанамен сырғанап жүр. Жар шұбайлар суретке түсіп жатыр. Талғат пен Балнұр қол ұстасып ұзақ жүрді. Болашақта қандай үйде тұрғың келеді? Деп сұрады Талғат кенет. Балнұр күліп жіберді. Неге сұрап тұрсың? Жай қызық. Үлкен үйдің қажеті жоқ. Ең бастысы, ішінде бақыт болса болды. Талғат басын изеді. Дұрыс айтасың. Ал сен ше? Менің де арманым сол. Жылы отбасы, балалар, тыныш өмір. Балнұр оның жүзіне қарап жымиды. Сол сәтте екеуінің армандары бірдей сияқты көрінді. Жаңа жыл жақындаған сайын олардың қарым-қатынасы одан сайын нығая түсті. Талғат жиі күн сыйлайтын. Кейде кішкентай сыйлықтар әкелетін. Балнұр алғаш рет өзін шынайы жақсы көретін адамды кездестіргеніне сенді. Бірақ кейде оның көңіліне күмән ұялайтын. Талғат кей күндері жоғалып кететін, телефон көтермейтін, хабарламаларға жауап бермейтін. Бірнеше сағаттан кейін ғана достармен жүргенмін деп қысқа жауап жазатын. Балнұр бұған аса мән бермеді.
сүйген адамға сенгісі келді. Қаңтар айында Балнұр қысқы демалысқа ауылға қайтты. Үйге келген күні анасы бірден байқады. Қызым, жүзім нұрланып кетіпті. Балнұр ұялғаннан шай құйып отырған кесесін әрең ұстап қалды. Апай, анасы күліп жіберді. Демек рас екен. Кешке әкесі екеуі аулада жүрді. Қар сықырлап жатыр. Аспанда жұлдыздар жарқырайды. Әкесі біраз үнсіз келе жатты да: Талғатпен сөйлесіп жүр екенсің ғой, деді. Балнұр таңы қап қарады. Анам айтып қойды ма? Иә. Әке, ол жақсы жігіт. Еркін қызына ұзақ қарап тұрды. Қызым, мен саған сенемін, бірақ өмірде адамды сыртынан танып болмайды. Ол жаман адам емес. Бұйырса солай болсын. Балнұр әкесінің сөзін көңіліне алған жоқ. Өйткені ол кезде жүрегі махаббатқа толы болатын. Демалыс аяқталып, Балнұр қалаға қайта оралды. Бір күні кешке Талғат оны мейрамханаға шақырды. Бұл олардың бұрынғы кездесулеріне ұқсамады. Талғат ерекше толқып отырғандай көрінді. Кешкі ас біткен соң қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Балнұрдың көзі үлкейіп кетті. Бұл не? Талғат қорапты ашты. Ішінде нәзік жүзік жатыр екен. Балнұр, мен сені өмірлік жарым ретінде көргім келеді. Қыздың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Талғат, қазір емес, оқуымды аяқтаған соң, бірақ менің ниетімнің шынайы екенін біл. Балнұрдың көзінен жас шықты. Ол өзін әлемдегі ең бақытты қыз сезінді. Жүзікті саусағына тақты. Талғат оның қолын ұстап: ешқашан тастамаймын, деді. Балнұр бұл сөзге шын сенді. Бірақ дәл сол түні тағы бір оқиға болды. Талғат қала шетіндегі бір кафеге кірді. Оны бірнеше жігіт күтіп отыр екен. Үстелде карта ойнап жатқан. Ақша шашылып жатыр. Ей, Талғат келді, деді біреу. Талғат орындыққа отырды. Қанша ұтылдың бүгін, деп күлді екіншісі. Талғат қабағын түйді. Көп сұрамаңдар. Парызым өсіп барады. Білемін. Әкең төлей ме? Жоқ. Онда қалай құтыласың? Талғат үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана: уайымдамаңдар, жақында бәрі шешіледі. Оның көз алдында Балнұрдың бейнесі пайда болды. Ал жігіттердің бірі: ана қыздың жағдайы жақсы, отбасыдан ба өзі, деп сұрады. Талғат жауап бермеді, тек суық жымиып қойды. Сол күлкіні көрген адамның денесі түршігер еді. Ал Балнұр болса, жатақханада жүзігіне қарап қуанып отырды. Ол болашақта ақ көйлек киіп, сүйген адаммен шаңырақ көтеретін күнді армандады. Бірақ тағдыр оған мүлде басқа сынақ дайындап қойған еді. Көп ұзамай оның өмірі бір-ақ күнде өзгеретінін ол әлі білмейтін. Көктем жақындап келе жатқан. Балнұрдың университеттегі соңғы курсы басталған еді. Алда диплом қорғау, мемлекеттік емтихандар, үлкен жоспарлар күтіп тұрған. Ол соңғы кезде өзін ерекше бақытты сезінетін. Талғатта жиі кездесіп, болашақ туралы көп айтатын болды. Оқуымды бітірген соң ата-анаңның алдына барамыз дейтін. Әкем сенімен танысқысы келеді. Міндетті түрде барамыз. Осындай әңгімелер Балнұрдың сенімін одан әрі күшейтті. Ол Талғаттың әр сөзіне сенетін, өйткені сүйетін, шын жүрегімен сүйетін. Бір күні кешке Талғат қоңырау шалды. Дауысы ерекше көңілді естілді. Балнұр, ертең туған күнімді атап өтеміз. Рас па? Иә, достарыммен шағын дастархан болады. Сен де кел. Балнұр қуанып кетті. Әрине барам. Сағат 7-те күтіп алам. Жарайды. Телефон сөнгеннен кейін Балнұр ұзақ ойланды. Талғаттың туған күніне қандай сыйлық аларын білмеді. Ақыры оған әдемі сағат сатып алды. Ұнақ қалар деп ойлады. Келесі күні кешке Балнұр жатақханадан шықты. Көктемгі кештің ауасы жылы еді. Көшеде адамдар көп. Қыздың көңілі көтеріңкі болатын. Қолында сыйлығы бар. Талғатқа бара жатқан. Ол өзін болашақ жарымен кездесуге бара жатқандай сезінді. Талғат айтқан жерге келгенде көлік күтіп тұр екен. Ішінде Талғат пен екі досы отырды. Келдің бе? Деді Талғат күліп. Иә, отыр. Балнұр еш күмәнданбастан көлікке мінді. Алғашында бәрі қалыпты көрінді. Бірақ арада біраз уақыт өткен соң қыз бір нәрсені байқады. Олар қала орталығынан алыстап бара жатқан еді. Біз қайда бара жатырмыз? Деп сұрады. Досымның үйіне. Туған күн сонда ма? Иә. Талғаттың жауабы қысқа болды. Балнұрдың көңіліне түсініксіз үрей ұялай бастады. Жарты сағаттан кейін көлік қаладан шығып кетті. Қараңғы жол, белгісіз ауыл, бейтаныс көшелер. Балнұр мазасыздана бастады. Талғат, бұл қай жер? Ешкім жауап бермеді. Талғат, сол кезде көліктегі жігіттердің бірі күліп жіберді. Жақында білесің. Балнұрдың жүрегі су ете қалды. Не болып жатыр? Талғат терезеге қарап отырды. Талғат, жауап берші. Осы кезде қыз бәрін түсінді. Бойын үрей биледі. Жоқ, Балнұр,
Жоқ, жоқ, жоқ. Көзінен жас ашып кетті. Сен мені алып қашып бара жатырсың ба? Көлік ішін ауыр үнсіздік басты. Сосын Талғат ақырын ғана: Иә. Балнұрдың дүниесі төңкеріліп кеткендей болды. Сен жындысың ба? Тыңдашы. Тыңдамаймын. Қыз айқайлай бастады. Көлікті тоқтатыңдар. Балнұр, тоқтат дедім. Ол есікті ашпақ болды. Жігіттердің бірі қолынан ұстап қалды. Сабыр сақта. Жіберіңдер мені. Балнұр жылай бастады. Жүрегі қақ айырылып жатқандай еді. Сүйген адамы деп жүрген адамның осындай сатқындық жасайтынына сенгісі келмеді. Бір сағаттан кейін көлік үлкен үйдің алдына тоқтады. Аулада адамдар жиналып тұр екен. Әйелдер, ер адамдар, көршілер, барлығы күліп жүр. Біреу той болып жатқандай әсер қалдыратын. Балнұр көліктен түскісі келмеді. Жылап отырды. Мен түспеймін. Балнұр, сен мені алдадың. Талғат үнсіз қалды. Сол кезде жас үлкен әйел келді. Бұл Талғаттың анасы Кенжебике еді. Ол қолына ақ орамал ұстап тұр екен. Қызым, жылама, бәрі жақсы болады. Мен сіздің қызыңыз емеспін. Бүгіннен бастап боласың. Мен мұнда қалмаймын. Қаласың. Кенжебикенің дауысы қатқыл шықты. Сол сәтте Балнұр болашақ енесінің шын мінезін алғаш рет сезді. Ал сол уақытта жүздеген шақырым жердегі ауылда Балнұрдың ата-анасы қызының телефоны өшіп қалғанына алаңдап отыр еді. Күләш қайта-қайта хабарласты, бірақ жауап жоқ. Еркіннің де көңілі жайсызданды. Бірдеңе болған жоқ па екен? Білмеймін. Ана жүрегі әлденені сезіп тұрғандай. Түн ортасына дейін екеуі ұйықтай алмады. Ал дәл сол уақытта олардың жалғыз қызы бөтен шаңырақта көз жасын көлдетіп отыр еді. Бұл Балнұрдың азабының бастамасы ғана болатын. Ақ орамал тағылған түн Балнұр өзін қоршаған адамдарға үрейлене қарап отырды. Бейтаныс үй, бейтаныс адамдар, бейтаныс тап. Оның басында бір ғана ой болды. Үйге қайтуым керек. Бірақ ешкім оны тыңдағысы келмеді. Үйдің үлкен бөлмесіне кіргізіп қойған. Айналасында бірнеше әйел отыр. Бірі шай құйып жүр, бірі күліп сөйлесіп отыр, бірі Балнұрға аяушылықпен қарайды. Ал кейбіреулері ештеңе болмағандай мәз. Қыздың көзінен жас тоқтар емес. Қызым, сабыр ет, деді орта жастағы әйелдердің бірі. Мен үйге қайтқым келеді. Бәрі алғашында осылай болады. Мені ешкім сұраған жоқ. Уақыт өте үйреніп кетесің. Балнұр басын шайқады. Мен зат емеспін ғой. Бөлмеде үнсіздік орнады. Ешкім жауап бере алмады. Өйткені қыздың айтқаны рас еді. Сәлден кейін бөлмеге Кенжебике кірді. Қолында аппақ орамал бар. Ол Балнұрдың қасына келіп отырды. Қызым, тағдырдың жазуы шығар. Мен қалмаймын. Талғат сені жақсы көреді. Егер жақсы көрсе, бұлай жасамас еді. Кенжебике қабағын тиді. Қызым, дауыс көтерме. Мені ата-анам күтіп отыр. Олар да келіседі. Келіспейді. Балнұрдың жан дауысы шықты. Әкемнің жүрегі ауырады. Сол сөзді айтқанда көзінен жас парлап кетті. Осы уақытта ауылда Балнұрдың анасы мазасызданып отырған. Түнгі 12-ден асып кеткен. Қызы әлі хабарласпады. Телефоны сөндірулі. Күләштің жүрегі тыныштық таппады. Еркін, менің көңілім жайсыз болып отыр. Әкесі де үндемеді. Таңертең университетіне хабарласармыз. Бірдеңе болып қалмаса екен. Еркін ауыр күрсінді. Комплитлиен. Қызымыз ақылды ғой, бірақ оның өз жүрегі де алай-дүлей болып жатқан еді. Түн ортасы ауғанда Талғат бөлмеге кірді. Басқалардың бәрі шығып кеткен. Екеуі ғана қалды. Балнұр оған қарақсы келмеді. Балнұр, маған сөйлеме. Тыңдаш. Не тыңдайым? Қыз орнынан тұрып кетті. Мен саған сендім. Дауысы дірілдеп шықты. Саған өмірімді сеніп тапсырдым. Талғат үндемеді. Сен болсаң, мені алдап әкелдің. Мен сені жақсы көрем. Балнұр ащы күлді. Бұл махаббат емес. Балнұр, бұл өзімшілдік. Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Таң ата бастағанда үйге ауыл ақсақалдары келе бастады. Көршілер жиналды, туыстар келді. Барлығы бір ғана нәрсені күтіп отырған. Балнұрдың келісімін. Бірақ қыз әлі де қарсы еді. Мен кетем. Қызым, ойланып көр, деді бір әже. Жоқ. Атанаң не дейді екен? Олар мені алып кетеді. Сол кезде Кенжебике телефон әкелді. Онда ата-анаңа хабарласайық. Балнұрдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірнеше минуттан кейін анасының даусы естілді. Балнұр? Қыздың көзінен жас сорғалап ақты. Апа, қызым, қайдасың? Апа, Күләштің даусы дірілдеп кетті. Не болды?
Балныр сөйлей алмай қалды, жылап отыр. Ақыры әрең дегенде, мені алып қашып кетті деді. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секунд, 1 минуттай. Сосын анасының өксібі естілді. Қызым. Телефонды әкесі алды. Балныр. Қыз әкесінің дауысын естігенде одан сайын жылады. Әке. Жылама қызым. Әке, мен үйге қайтқым келеді. Еркін көз жасын көрсетпеуге тырысты. Жүрегі қанжылап тұр еді. Қызым. Ол біраз үнсіз қалды. Біз жолға шығайық. Осы кезде телефонды ауыл ақсақалдарының бірі алды. Екі жақ ұзақ сөйлесті. Қыз тағдыры талқыланды. Салт айтылды, ұят айтылды, ен сөзі айтылды. Ал Балныр болса, бұрышта отырып бәрін тыңдап отырды. Өз тағдыр жайлы, өзінен басқа бәрі шешім қабылдап жатқандай көрінді. Кешке қарай ата-анасы келді. Анасы қызын көргенде құшақтап жылады. Еркін үнсіз тұрды. Балныр олардың өзіне қарап, қатты қартайып кеткендей көрінгенін байқады. Әсіресе әкесінің жүзі сұрланып кетіпті. Сол сәтте оның жүрегін қорқынышты ой тіліп өтті. Егер мен кетемін десем, әкемнің жүрегіне салмақ түсе ме? Ақсақалдар сөйлеп жатты. Туыстар үгіттеп жатты. Кенжебике жыламсырап отыр. Талғат үнсіз. Ақыры кешке қарай бәрінің қысымынан кейін Балныр ауыр шешім қабылдады. Ол әкесіне қарады. Әкесінің шаршаған жүзіне, анасының жасқа толы көзіне, сосын ақырын ғана жарайды деді. Бөлмеші қуанып кетті. Ал Балнырдың жүрегінде бір нәрсе сол күні мәңгілікке өлген еді. Сол түні оның басына ақ орамал тағылды. Бірақ бұл бақыттың емес, азаптың басталуы болатын. Балныр сол түні көз іле алмады. Үйдің бір бұрышындағы кішкентай бөлмеде жалғыз отырды. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Кеше ғана университеттің жатақханасында өз армандарымен өмір сүріп жүрген қыз бүгін бөтен шаңырақтың келіні атанды. Барлығы тым тез болғандай еді. Тым ауыр, тым әділетсіз. Ол қайта-қайта әкесінің жүзі есіне түсе берді. Қоштасар сәттегі үнсіздігі, көзіндегі мұңы. Балныр жүрегін ұстап жылап жіберді. Кешіріңізші әке, деп сыбырлады. Таңғы сағат 5-те есік тарс ашылды. Балныр, тұр! Кенжебикенің қатқыл дауысы естілді. Қыз шошып оянды, көзін әрең ашты. Сағат қанша? Келін болып келген адам ұйықтап жатпайды. Балныр асығыс орнынан тұрды. Қазір шығамын, тез! Есік тарс жабылды. Қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ас үйге кіргенде Кенжебике қабағын тиіп отыр екен. Шайды қойдың ба? Жоқ. Онда не күтіп тұрсың? Балныр үндемей іске кірісті. Бірнеше минуттан кейін үй адамдар ояна бастады. Талғаттың әкесі, Талғаттың қарындасы Жұлдыз, туыстар, қонақтар. Барлығына шай құю керек, барлығына қызмет көрсету керек. Балныр таң атқаннан түске дейін бір сәтте отырмады. Түскі уақытта ғана сәл тыныстауға мүмкіндік туды. Қыз орындыққа отырғаны сол еді. Жұлдыз кіріп келді. Ой, келін демалып отыр ма? Балныр үндемеді. Біздің үйде келіндер көп отырмайды. Мен жай ғана, әлі үйренесің. Дауысында мазақ бар еді. Балныр алғаш рет бұл үйде өзін бөтен сезінді. Кешке қарай қонақтар тарай бастады. Балныр қатты шаршаған болатын. Талғатқа қарап күлімсірегісі келді. Бәлкім ол түсінер, бәлкім қолдау көрсетер, бәлкім бәрі жаман емес шығар. Бірақ Талғат күні бойы оған дұрыс қараған да жоқ. Кешке достармен сыртқа кетіп қалды. Қайда барасың? Деп сұрады Балныр. Достармен. Қашан келесің? Білмеймін. Сөйтті де шығып кетті. Қыз есік алдында ұзақ тұрып қалды. Кеше ғана өзін қатты жақсы көретін жігіт бүгін мүлде өзгеріп кеткендей еді. Келесі күндерде жағдай өзгермеді, керісінше қиындай түсті. Балныр таңғы 5-те тұрады, үй жинайды, тамақ дайындайды, ыдыс жуады, кір жуады, қонақ күтеді. Түн ортасына дейін аяқ үстінде жүреді. Ал Кенжебике ештеңеге риза болмайтын. Мына шайын қою, етті дұрыс асырмапсың. Үйдің іші шаң. Келін деген ширақ болады, күн сайын, күн сайын, күн сайын. Бір күні Балныр анасына хабарласты. Телефонды естіген бойда Күләш қуанып кетті. Қызым, қалайсың? Балныр үнсіз қалды. Шындығын айтқысы келді, бардығын айтқысы келді. Бірақ әкесінің жүрегі есіне түсті. Жақсымын апа. Енең жақсы ма? Иә. Талғат қалай? Жақсы. Өтірік айтып тұрғанын өзі де сезді. Телефонды қойған соң ұзақ жылады. Сол түні күтпеген нәрсе болды. Талғат үйге түн ортасында келді. Мас емес, бірақ мазасыз. Үнемі телефонына қарай береді. Бөлмеде
ары бері жүреді. Балнұр байқап отырды. Бір нәрсе болды ма? Жоқ. Неге көңілсізсің? Ештеңе жоқ дедім ғой. Талғат ашуланып жауап берді. Балнұр үндемей қалды. Бірнеше минуттан кейін Талғаттың телефоны шырылдады. Ол бірден сыртқа шығып кетті. Бірақ есікті толық жаппады. Балнұр еріксіз әңгіменің бір бөлігін естіп қалды. Тағы бір апта беріңдер. Ақшаны табамын. Жоқ, қазір бере алмаймын. Қыздың жүрегі шым ете түсті. Қандай ақша? Қандай қарыз? Талғат кіммен сөйлесіп тұр? Бірақ ол кезде Балнұр бұл сұрақтардың жауабы оның бүкіл өмірін өзгертетінін әлі білмейтін. Сол түні алғаш рет оның жүрегіне күдік ұялады. Ал күдіктің артында қорқынышты шындық тұрған еді. Балнұр келін болып түскеніне 2 айға жуық уақыт өткен еді. Бірақ осы уақыт ішінде оның өмірі түбегейлі өзгеріп кеткен болатын. Бұрынғы күлімсіреген арманшыл қыздың орнында енді үнемі ашап жүретін, көзі мұңға толы керін қалғандай еді. Таңнан кешке дейін жұмыс, ененің бітпейтін ескертулері, жұлдыздың мысқыл сөздері, ал Талғат болса күннен күнге алыстап бара жатқандай. Соңғы кезде Балнұр бір нәрсені жиі байқайтын болды. Талғат үйге кеш келеді, кейде тіпті таңға жақын оралады. Телефонын ешкімге көрсетпейді. Қоңырау шалынса, міндетті түрде сыртқа шығып сөйлеседі. Бір күні Балнұр шыдай алмады. Талғат, соңғы кезде неге өзгеріп кеттің? Талғат қабағын түйді. Қалай өзгердім? Үйде болмайсың. Жұмыспен жүрем. Қандай жұмыс? Сен маған есеп бергізейін деп тұрсың ба? Балнұр үнсіз қалды. Бұл өзі бұрынғы Талғат емес еді. Университет алдында гүл сыйлап жүрген жігітпен қазіргі адамның арасында жер мен көктей айырмашылық бар сияқты. Бір күні Кенжебике Балнұрды базарға жұмсады. Ұзақ сауда жасап, кешке қарай үйге қайтып келе жатқан. Кенет ол жолдың арғы бетінде Талғатты көріп қалды. Жанында бірнеше жігіт тұр. Барлығы бір ғимараттың алдында күліп сөйлесіп жатыр. Балнұр алғашында қуанып кетті. Қасына бармақ болды, бірақ ғимаратқа көз салғанда тоқтап қалды. Есіктің үстінде үлкен жазу тұр екен. Ойын клубы. Балнұр түсінбей қалды. Талғат мұнда не істеп жүр? Ол біраз уақыт алыстан бақылап тұрды. Бірнеше минуттан кейін Талғат пен достары ішке кіріп кетті. Қыздың жүрегінде тағы да күдік пайда болды. Кешке үйге келгенде ештеңе айтпады, бірақ түні бойы ұйықтай алмады. Ойын клубы. Неге барған? Мүмкін жай достармен кездескен шығар. Өзім осылай жұбатуға тырысты. Бірақ арада 3 күн өткенде бәрі белгілі болды. Сол күні үйге бейтаныс 2 ер адам келді. Кенжебике ас үйде жүрген. Талғат үйде жоқ. Балнұр есік ашты. 2 адамның түрі суық көрінді. Талғат үйде ме? Жоқ. Қашан келеді? Білмеймін. Екеуі бір-біріне қарады. Сосын үлкені күліп жіберді. Әлі қашып жүр ме? Балнұр селк етті. Нені айтып тұрсыз? Ештеңе емес. Сіздер кімсіздер? Ер адам мысқылдап жауап берді. Қарызын сұрап жүрген адамдармыз. Балнұрдың жүрегі зу ете қалды. Қандай қарыз? Сол кезде Кенжебике жүгіріп шықты. Не керек сендерге? Ақшамыз керек. Кейін келіңдер. Бізге кейін емес, қазір керек. Кенжебике ашуланып есікті тарс жауып тастады. Үй іші үнсіз қалды. Бірнеше минуттан кейін Балнұр енесіне қарады. Апа, қандай қарыз? Кенжебике жауап бермеді. Талғаттың қарызы бар ма? Сен араласпа. Бірақ саған айттым ғой, араласпа. Балнұр шошып кетті. Енесінің жүзі өзгеріп кеткен еді. Сол түні Талғат үйге келгенде Балнұр күтіп отырды. Маған шындықты айтшы. Қандай шындық? Қарыз туралы. Талғат үнсіз қалды. Бүгін біреулер келді. Сонда олар ақша сұрады. Балнұр, бұл сенің шаруаң емес. Мен сенің әйеліңмін. Талғат ашуланып орнынан тұрды. Айттым ғой, араласпа. Мен білуге құқылымын. Сонда ғана Талғат ауыр күрсінді. Бірнеше секунд үнсіз отырды. Сосын басын төмен түсірді. Иә, қарызым бар. Балнұрдың денесі мұздап кеткендей болды. Қанша? Талғат жауап бермеді. Қанша? Көп. Неге? Талғат көзін тайдырып әкетті. Отылып қалдым. Неден? Тағы үнсіздік. Балнұрдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Жауапты сезіп тұрғандай. Ақыры Талғат ақырын ғана айтты. Құмар ойыннан. Сол сәтте Балнұрдың бүкіл әлемі тағы бір рет қирап түсті. Ол сүйік қосылған адамның удаман екенін енді ғана білген еді. Ал бұл азаптың басы ғана болатын. Талғаттың аузынан шыққан құмар ойын деген екі сөз Балнұрдың құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Сол түні ол көз іле алмады. Бір жағында ұйықтап жатқан күйеуі, екінші жағында мың сан сұрақ. Неге маған айтпады? Қанша қарызы бар? Қашаннан бері ойнайды?
Болашағымыз не болады? Оның жүрегін қорқыныш билей бастады. Таңертең Балнұр Талғатпен тағы сөйлесуге тырысты. Қарызың қанша? Талғат шайын үнсіз ішіп отырды. Айтшы, саған не үшін керек? Өйткені мен сенің әйеліңмін. Талғат ауыр күрсінді. 2 миллионнан асады. Балнұрдың қолындағы кесе дірілдеп кетті. Не? Айқайлама. 2 миллион? Талғат үндемеді. Қыздың көзіне жас келді. Ол мұндай соманы өмірінде ұстап көрмеген. Әкесі мен анасы бірнеше жыл жұмыс істесе де, мұндай ақша жинай алмайтын. Неге бұлай жасадың? Ұтып аламын деп ойладым. Сонша ақшаны. Басында аз еді. Балнұр орнынан тұрып кетті. Жүрегі қысылып бара жатты. Сол күннен бастап үйдегі жағдай одан сайын қиындай түсті. Талғат жиі ашуланатын болды. Кейде күні бойы сөйлеспейді. Кейде түнде кетіп қалып, таңға жақын келеді. Ал Кенжебике бәрін көрсе де үндемейтін. Кейде тіпті ұлын ақтап алатын. Еркек адамның басында болады ондай нәрсе. Бірақ апа, үндеме, күйеуіңді жамандама. Балнұр тағы да жалғыз қалатын. Бір аптадан кейін үйге әлгі қарыз берушілер тағы келді. Бұл жолы ашулы, өте ашулы. Есікті тоқпақтап ұрды. Талғат қайда? Үйде жоқ. Бізге ертек айтпаңдар. Кенжебике сыртқа шықты. Айқайламаңдар. Ақшамызды берсін. Табады. Қашан? Жақында. Біз күтуден шаршадық. Балнұр олардың әңгімесін қорқып тыңдап тұрды. Өмірінде мұндай жағдайға тап болмаған еді. Кешке Кенжебике Балнұрды бөлмесіне шақырды. Келін. Иә апа. Алтындарың бар ма? Балнұр түсінбей қалды. Қандай алтын? Сырған, жүзігін. Қыздың жүрегі бірден бір жамандықты сезді. Бар. Соны уақытша өткізейік. Не үшін? Талғаттың мәселесін шешу керек. Балнұр үнсіз қалды. Апа, ол менің жасауымнан келген заттар ғой. Отбасы үшін құрбандық жасау керек. Бірақ, әлде күйеуіңді түрмеге отырғызайын деп тұрсың ба? Бұл сөз Балнұрға пышақтай қадалды. Сол түні ол ұзақ жылады. Анасы ұзатып саларда өз қолымен таққан алтын сырғасын ұстап отырды. Қызым, бақытты бол деген анасының сөзі есіне түсті. Көз жасы тамшылап алтынға түсті. Бірақ ертеңінде бәрібір алтындарын ломбардқа өткізді. Алған ақша түгелдей Талғаттың қарызына кетті. Үйге қайтып келе жатқанда Балнұр өзін қорланғандай сезінді. Ол бұл үйге келін болып түсті ме? Әлде біреудің қарызын жабу үшін ғана керек болды ма? Осы ойдан денесі түршігіп кетті. Бірнеше күн өткен соң тағы бір жаңалық шықты. Талғат бұрынғы қарызын толық жаппаған екен. Керісінше, тағы да ақша ұтылып қалған. Балнұр мұны естігенде сенбей қалды. Сен қайта бардың ба? Иә. Неге? Ақшаны қайтарып аламын деп ойладым. Қайтарып алдың ба? Жоқ. Балнұр көз жасына ерік берді. Біз батып бара жатырмыз ғой. Талғат ашуланып кетті. Құлағымды жеме. Мен шындықты айтып тұрмын. Үндеме дедім. Осылай деп қабырғаға жұдырығын бір қойды. Балнұр шошып кетті. Ол Талғатты алғаш рет осындай күйде көріп тұреді. Сол түні қыз жалғыз отырып көп ойланды. Үйіне хабарласқысы келді. Барлығын айтқысы келді. Бірақ әкесінің жүрегі ауыратыны есіне түсті. Уайымдап қалса ше, ауырып қалса ше. Ол тағы үндемей қалуды таңдады. Өз қайғысын өз ішінде сақтады. Бірақ дәл сол күндері оның ішінде жаңа өмір пайда болып жатқанын Балнұр әлі білмейтін. Ал бұл сәби оның өміріндегі ең үлкен үмітке айналмақ еді. Соңғы күндері Балнұр өзін біртүрлі сезіне бастады. Таңертең ұйқысынан шаршап оянады, бас айналады, кейде жүрегі айныды. Ас үйдегі кейбір иістерге шыдай алмайтын болды. Алғашында қатты шаршағаннан шығар деп ойлады. Өйткені соңғы айларда дұрыс демалмаған еді. Таңнан кешке дейін жұмыс, үйдің шаруасы, күйеуінің мәселелері, бітпейтін уайым. Бірақ күн өткен сайын жағдай қайталана берді. Бір күні таңертең шай дайында тұрған кезде кенет көзі қарауытып кетті. Балнұр әрең дегенде орындыққа отырып үлгерді. Кенжебике байқап қалды. Не болды саған? Білмеймін, басым айналып тұр. Кенжебике оған біраз қарап тұрды, сосын күлімсіреп жіберді. Әй, келін. Иә, жүкті болып жүрген жоқсың ба? Балнұр селк ете қалды. Ол бұл туралы мүлде ойламаған еді. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Сол күні дәріханаға барып тест сатып алды. Үйге келген соң бөлмесіне кіріп ұзақ уақыт батылы жетпей отырды. Қолы дірілдеп тұр. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып жатыр. Бірнеше минуттан кейін нәтижеге қарады. Көздері үлкейіп кетті. Тестте 2 сызық анық көрініп тұр еді. Балнұр үнсіз қалды. 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд. Сосын көзінен жас ағып кетті.
Бірақ бұл жолы мұңның жасы емес еді, бұл қуаныштың жасы болатын. Ол екі қолын ішіне қойды. Балапаным деп сыбырлады. Сол сәтте оның жүрегінде бұрын соңды болмаған сезім пайда болды. Ана болу сезімі. Қандай қиындық көрсе де, ішінде өмір өсіп келе жатқанын білу оған күш бергендей еді. Кешке Талғат келгенде Балнұр қуанышын жасыра алмады. Саған жаңалығым бар. Талғат аяқ киімін шешіп жатып, қандай жаңалық? Бізде сәби болады. Талғат қатып қалды. Не? Мен жүкті екенмін. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Талғат күлімсіреп жіберді. Рас па? Иә. Балнұр оның алғаш рет шын қуанып тұрғанын көрді. Талғат оны құшақтап қалды. Балнұр? Иә, ол болса жақсы болар еді. Қыз күліп жіберді. Сол түні ол көптен бері алғаш рет өзін бақытты сезінді. Келесі күні ата-анасына хабарласты. Телефонды анасы көтерді. Қызым, қалайсың? Апа. Иә, сіз әже боласыз. Телефонның ар жағында қуаныштан шыққан айқай естілді. Ойпырмай. Бірнеше секундтан кейін анасының жылаған даусы шықты. Қызым, апа, бақытты болшы, айналайын. Балнұр да жылады. Содан кейін телефонды әке салды. Қызым, әке, қуанттың ғой. Даусы дірілдеп шықты. Немеремді құшақтайтын күнге жетейік. Балнұр көз жасын сүртті. Жетесіз, әке. Ол кезде бұл сөздердің қаншалықты ауыр естелікке айналатынын екеуі де білмейтін. Бірнеше апта бойы бәрі жақсы сияқты көрінді. Талғатта біршама тынышталып қалғандай болды. Үйге ертерек келетін, кейде жеміс әкелетін. Балнұр жүрегінде үміт пайда болды. Мүмкін сәби бәрін өзгертетін шығар. Мүмкін Талғат түзелер. Мүмкін бізде бақытты отбасы болармыз. Ол осы арманға сенгісі келді. Бірақ бір кеште бәрі қайта өзгерді. Талғат үйге ашулы келді. Қабағы қатулы, көзі қызарып кеткен. Балнұр бірден сезді, бір нәрсе болған. Не болды? Ештеңе. Тағы ақша мәселесі ме? Талғат үндемеді. Осы үнсіздіктің өзі жеткілікті еді. Балнұрдың жүрегі суып кетті. Тағы ұтылып қалдың ба? Талғат басын төмен түсірді. Бұл жауаптың орнына жүрді. Қыз орындыққа отырып қалды. Көз алдындағы барлық үміті қайтадан қирай бастағандай болды. Ал ішінде өсіп келе жатқан сәби, оның әрбір көз жасын үнсіз сезіп жатқан еді. Балнұр жүкті екенін білгеннен кейін өмірге басқаша қарай бастады. Енді ол өзі үшін емес, ішінде өсіп келе жатқан сәби үшін өмір сүріп жүргенде еді. Таңертең оянғанда ішін сипап, аман болшы балапаным деп сыбырлайтын. Сол кішкентай үміт оған күш беретін. Бірақ айналасындағы жағдай күннен күнге ауырлап бара жатты. Талғат қайтадан құмар ойынға кіріп кеткен еді. Үйге кеш келеді. Кейде мүлде келмейді. Телефоны өшік тұрады. Кенжебике мазасыз, бірақ бәрібір ұлын ақтап алуға тырысатын. Еркектерде болады ондай. Апа, бұл жай нәрсе емес қой, деді бір күні Балнұр. Өз күйеуіңе қарсы шықпа. Мен қарсы шығып тұрған жоқпын. Онда үндеме. Балнұр тағы да үнсіз қалды. Бұл үйде оның сөзін тыңдайтын адам жоқ сияқты еді. Бір күні кешке есік қатты қағылды. Тіпті үй ішін селк еткізді. Кенжебике шошып кетті. Жұлдыз терезеден қарап, тағы келіпті деді. Балнұр жүрегінің дүрсілдегенін сезді. Есік ашылғанда сыртта 3 ер адам тұр екен. Түрлері қатал, дауыстары суық. Талғат қайда? Үйде жоқ. Бізге өтірік айтпаңдар. Шынымен жоқ. Ер адамдардың бірі ашуланып кетті. Бізге ақшамыз керек. Табады. Қашан? Жақында. Біз шаршадық. Балнұр қорыққаннан үнсіз тұрды. Іштегі сәби үшін алаңдай бастады. Сол түні Талғат үйге келді. Оның соңынан әлгі адамдар да жетіп келді. Аулада айқай басталды. Ақшаны қашан қайтарасын? Тағы уақыт беріңдер. Біз саған қанша рет уақыт бердік? Табам. Қайдан табасын? Балнұр терезеден қарап тұрды. Талғаттың даусы дірілдеп шықты. Ол да қорқып жүрген сияқты. Бірақ бәрібір тоқтай алмайтын еді. Құмар ойын оны өз қосауына алып қойған болатын. Келесі күні Балнұр бөлмеде төсек жинап жүрген. Кездейсоқ Талғаттың күртесінің қалтасынан қағаз түсіп кетті. Ол еңкейіп алып қарады. Қарыз қағаз екен. Бір емес, бірнешеу. Әрқайсысында әртүрлі сома жазылған. Балнұр оқыған сайын өңі бозарып бара жатты. 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион. Барлығы қосылғанда қорқынышты сома шығатын. Қыздың аяғы әлсіреп кетті. Я Алла деп сыбырлады. Талғат оған айтқаннан әлдеқайда көп қарыз болып шықты. Кешке ол қағаздарды күйеуінің алдына қойды. Бұл не? Талғат бірден түсінді. Қалтамды ақтардың ба? Сен маған өтірік айтқансың. Балнұр, неге? Айқайлама. Менің айқайлауға құқығым бар.
Талғат үндемеді. Мен жүкті әйелмін, білемін. Ертең бала туылады, білемін. Сонда біз қалай өмір сүреміз? Талғат ашуланып орнынан тұрды. Мен де шаршадым. Ал менше бөлме ішін ауыр үнсіздік басты. Сол түні Балнұр жастығына бетін басып ұзақ жылады. Ол алғаш рет іштегі сәби үшін қатты қорықты. Егер біз көшеде қалсақ ше? Егер қарыз берушілер зиян келтірсе ше? Егер балам әкесінің қателіктерінің кесірінен зардап шексе ше? Бұл ойлар оның жанын жегідей жеді. Бірнеше күннен кейін ауылдан анасы хабарласты. Қызым, даусың көңілсіз ғой? Жоқ апа, бір нәрсе болып жүр ме? Балнұрдың тамағына өксікті қылды. Бардығын айтысы келді. Қатты айтқысы келді. Бірақ тағы да әкесі есіне түсті. Жүрек ауруы, дәрілері, аламдаушылығы. Жоқ апа, бәрі жақсы. Өтірік, тағы да өтірік. Бірақ ол ата-анасын қорғап жүрмін деп ойлады. Шын мәнінде жалғыз өзі күйреп бара жатқанын түсінбеді. Сол түні төсегіне жатқанда іші қатты ауырып кетті. Алғашында мән бермеді. Шаршағаннан шығар деп ойлады. Бірақ бұл оның алдағы үлкен сынағының алғашқы белгісі еді. Тағдыр Балнұрды одан да ауыр соққыға дайындап жатқан болатын. Балнұрдың жүктілігі 3 айға жақында қалған еді. Бірақ оның өмірінде жүкті әйелге тән тыныштық та күтімде жоқ болатын. Керісінше, күн өткен сайын мойнына артылған жүк көбейе берді. Таңғы сағат 5-те тұрады, пеш жағады, шай қояды, нан жабады, сүт байнатады, таңғы ас әзірлейді, сосын үй жинайды, аула сыпырады, кір жуады, түскі ас дайындайды, кешкі ас әзірлейді, қонақ күтеді, ыдыс жуады. Түнгі 12-ге дейін аяқтан тік тұрады. Кейде бел ауырып әрең қозғалатын, бірақ ешкім оны аяған емес. Бір күні таңертең Балнұр ауыр шелек көтеріп келе жатқан Кенжебике терезеден қарап тұрды. Келін? Иә апа. Ана суды да толтырып қой. Апа, белім ауырып тұр. Кенжебике қабағын түйді. Бізде бала көтергенбіз. Білемін. Сонда жұмыс істемей жата берген жоқпыз. Балнұр үндемеді. Су тасуға қайта кетті. Көзінен жас ағып бара жатты. Жұлдыз да күн сайын мазасын алатын. Өзі жұмыс істемейді. Бірақ бұйрық беруге келгенде алдына жан салмайды. Келін, көйлегімді үтіктеп қойшы. Келін, бөлмемді жинашы. Келін, шай әкелші. Бір күні Балнұр шыдай алмай, өзіңіз де істей аласыз ғой деп қалған. Жұлдыз бірден ашуланды. Не дедің? Мен тек енең айтам. Кешке Кенжебике тағы ұрысты. Бұл үйде үлкендерге қарсы сөйлейтін әдет жоқ. Балнұр басын төмен түсіріп отырды. Өзін адам емес, қызметші сияқты сезінетін. Бір күні қатты әлсіреп жүрген соң ауылдық емханаға барды. Дәрігер оны тексеріп шықты. Сосын қағаздарына қарап отырып, өзіңізге күтім керек. Қалай? Көп жұмыс істемеуіміз керек. Күйзелісті азайтыңыз. Әйтпесе жүктілікке қауіп төнуі мүмкін. Балнұрдың жүрегі шым ете қалды. Қауіп? Иә. Балаға зиян келе ме? Егер осылай жалғаса берсе, болуы мүмкін. Қыздың өңі бозарып кетті. Үйге келген соң ол бәрін Кенжебикеге айтты. Дәрігер ауыр жұмыс істемесін деді. Кенжебике мысқылдап күлді. Қазіргі дәрігерлер қорқыта береді. Бірақ ештеңе болмайды. Апа, бар, қамыр илей бер. Балнұр үнсіз ас үйге кіріп кетті. Сол күні ол бірнеше сағат бойы бауырсақ пісірді. Кешке туыстар келеді екен. Қонақтар кеткен соң түнгі 11-ге дейін ыдыс жуды. Қолдары ісіп кеткен, аяқтары ауырған, белі шаншып тұр. Талғат диванда телефон қарап отырған. Балнұр оған қарап, маған көмектесші деді ақырын. Талғат басын көтермеді. Шаршадым. Мен де шаршадым. Ертең істейсің. Қазір бітіру керек. Талғат ашуланып кетті. Менің де басымда проблема жетеді. Балнұр үнсіз қалды. Тағы да жалғыз. Тағы да тіршіліктің астында қалды. Сол түні ол ішін ұстап ұзақ отырды. Сәбимен сөйлесті. Балапаным, көзінен жас ақты. Тек аман болшы. Осы үйде өздерін түсінетін жалғыз жан, іштегі сәби сияқты көрінетін. Бірақ жағдай мұнымен тоқтамады. Бірнеше күннен кейін Талғаттың қарыз берушілері тағы келді. Бұл жолы айқай бұрынғыдан да қатты болды. Қорқыту көбейді. Боған-лоқы сөздер айтылды. Үйдің ішінде отырған Балнұрдың жүрегі атша тулады. Қатты қорықты, қатты күйзелді. Сол түні ішінің төменгі жағы тартып ауыра бастады. Ал жастығына басын қойған кезде оның жан дүниесін жаман сезім биледі. Бір сұмдық жақындап келе жатқандай еді. Соңғы күндері Балнұр өзін бұрынғыдан да әлсіз сезінетін. Таңертең төсектен тұрудың өзі қиын болып кеткен. Бас айналады, бел ауырады. Кейде ішінің төменгі жағы шаншып кетеді.
Бірақ үйдегі тіршілік ешкім үшін тоқтамайтын. Кенжебике бұрынғыдай бұйрық беріп жүреді. Жұлдыз бұрынғыдай жұмысын істетеді. Ал Талғат өз мәселелерімен әлек. Балнұрдың жағдайын сұрап жатқан ешкім жоқ. Бір күні үйге 10 шақты қонақ келді. Кенжебике таңнан бері мазасыз. Келін. Я апа, бүгін ет асатсын. Жарайды. Салатта жасайсың. Жарайды. Бауырсақта пісір. Балнұр үндемеді. Жүрегі айнып тұрғанына қарамастан іске кірісті. Бірнеше сағат бойы ас үйден шыққан жоқ. Пештің ыстығы, қазандар, ыдыстар, тіршілік. Түс ауа оның басы қатты айнала бастады. Бірақ отыруға қорықты. Өйткені Кенжебике тағы ұрсатын еді. Кешке қарай қонақтар дастарханға отырды. Балнұр шай құйып жүр. Кенет көз алды қарауытып кетті. Құлағы шулай бастады. Аяғы әлсіреп бара жатты. Ол үстелге сүйеніп қалды. Балнұр! Біреу айқайлады. Келесі сәтте қыз жерге құлап түсті. Көзін ашқанда бөлмеде жатыр екен. Басы меңзең, іші қатты ауырып тұр. Қасында Кенжебике отыр. Тұр енді. Апа, қонақтар кетпей жатып, құлап қалатын болдың ба? Балнұр сенер-сенбесін білмеді. Ішім ауырып тұр. Аздап демалсаң өтеді. Сол кезде қыздың көзі көрпеге түсті. Ақ жаймада қанның ізі байқалып тұр еді. Балнұрдың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Апа, дауысы әрең шықты. Қан. Кенжебике де байқап қалды. Өңі өзгеріп кетті. Бір сағаттан кейін Балнұр ауруханаға жеткізілді. Жол бойы көзінен жас тоқтамады. Ішін ұстап отыр. Балапаным, деп сыбырлай береді. Кек аман болшы. Бірақ жүрегінің түбінде бір қорқыныш пайда болған. Өте ауыр қорқыныш. Ауруханада дәрігерлер бірден тексеруге кірісті. Балнұр жалғыз жатты. Талғат қайда екенін білмейді. Кенжебике сыртта жүр. Уақыт өтпей қойғандай. Әтір минут бір сағатқа созылып жатқандай еді. Ақыры дәрігер келді. Жүзі тым салмақты көрінді. Балнұр бірден жаман нәрсе болғанын сезді. Дәрігер. Балнұр. Балам аман ба? Дәрігер үнсіз қалды. Сол үнсіздіктің өзі жеткілікті еді. Қыздың көзінен жас ақты. Жоқ. Дәрігер ауыр күрсінді. Кешіріңіз. Сол сәтте Балнұрдың әлемі қас талқан болып пирады. Ол айқайлап жылағысы келді, бірақ даусы шықпады. Көз жасы ғана тоқтаусыз ағып жатты. Бірнеше ай бойы армандаған сәбиі, оғаған күш берген сәби, жалғыз жұбанышы болған сәби, енді жоқ еді. Кеш батып кетті. Палата іші қараңғы. Балнұр жалғыз жатыр. Телефон үнсіз. Есік ашылмайды. Талғат келген жоқ. Жұлдыз келген жоқ. Кенжебике де кетіп қалған. Кек аурухана қабырғалары ғана үнсіз қарап тұрғандай. Сол түні ол жалғыз жылады. Өміріндегі ең ауыр түн еді. Түн ортасында телефоны шырылдады. Анасы екен. Қызым, қалайсың? Балнұр сөйлей алмады. Өксіп жылай берді. Балнұр? Апа, не болды? Қыздың жүрегі тағы да жарылып кеткендей болды. Бірақ ол тағы өтірік айтты. Ештеңе емес, жылап тұрсың ғой. Сағынып кеттім. Күләш сенген жоқ, бірақ қызы айтпаған соң қыстамады. Ал ана жүрегі әлдеқашан бір сұмдық болған сезіп қойған еді. Ал аурухана терезесінің ар жағында көктемгі жаңбыр жауып тұрды. Тамшылар әйнекпен сырғып ағып жатты. Дәл Балнұрдың көз жасы сияқты. Сол түні оның жүрегінде соңғы үміттердің бірі де сөніп қалған еді. Бірақ алда оны бұдан да ауыр күндер күтіп тұрғанын ол әлі білмейтін. Балнұр ауруханадан шыққан күні үйге ауыр көңілмен оралды. Жүрегі жаралы еді. Сәбиінен айырылудың қайғысы жанын жебедей жеп бара жатқан. Ол үйге кіргенде бір ауыз жұбату сөз естимін деп ойлаған. Бірақ бәрі керісінше болды. Кенжебике оған суық көзбен қарап, баланы сақтай алмадың деді. Балнұр сенер-сенбесін білмеді. Апа, дәрігерлер күйзелістен болды деді. Әйел адам бала көтергенде өзін күтуі керек. Мен қолымнан келгенін істедім. Онда неге түсіп қалды? Бұл сөздер Балнұрдың жүрегіне пышақтай қадалды. Ол күн сайын өзін кінәлап жүрген еді. Енді оған өзгелер де кінә арта бастады. Талғат та бұрынғыдай үнсіз қалды. Әйелін қорғаған жоқ, жұбатқан жоқ. Балнұр сол түні жалғыз жылады. Өміріндегі ең ауыр қайғыны көтеріп отырған кезде оған демеу болатын ешкім табылмады. Сол күннен бастап оның жүрегіндегі Талғатқа деген соңғы сенімде сөне бастады. Сәбиінен айырылғанына бір айға жоқ уақыт өткен, бірақ Балнұрдың жүрегіндегі жара әлі жазылмаған еді. Күн сайын таңертең оянғанда алғашқы ойы сол болатын. Егер сол күні көбірек демалғанымда ше? Егер ауыр шелек көтермегенімде ше? Егер мені біреу аяғанда ше? Бұл сұрақтардың жауабы жоқ еді, бірақ өзін кінәлау тоқтамады.
Ауруханадан шыққан соң оның өмірі жеңілдемеді, керісінше ауырлай түсті. Кенжебике бұрынғыдан да қатал болып кетті. Bir күні ас үйде отырып, "Бұйырмаған бала болған шығар" деді. Балныр қолындағы кесесін түсіріп ала жаздады. "Апа, әйтпесе бала неге түспейді?" Қыздың көзіне жас толды. "Дәрігер күйзелістен деді ғой." "Қазіргі дәрігерлер бәрін күйзеліске жаба салады." Балныр үндемей қалды. Жүрегі қан жылап тұрды. Талғат та өзгеріп кеткен. Бұрынғыдай жұбатпайды, сөйлеспейді. Қарыздары бұрынғыдан да көбейген. Үйге келгенде ашулы. Кейде бірнеше күн жоғалып кетеді. Bir күні Балныр шыдай алмады. "Біз осылай қанша өмір сүреміз?" Талғат үндемеді. "Қарыздан қашып жүре береміз бе?" "Не істейін сонда? Ең болмаса жұмысқа дұрыс кір." "Мен жұмыс істемей жүрмін бе?" "Ақша қайда онда?" Талғат орнынан атып тұрды. "Жетер. Мен шындықты айтып тұрмын. Үндеме дедім. Үндемей, өмірім құрып барады." Осы сөз аузынан шыға бергенде бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Балныр алғаш рет өз ойын ашық айтқан еді. Жылдар емес, айлар ғана өтсе де, ішінде жиналған мұң сыртқа шықты. "Мен адаммын ғой." Көзінен жас сорғалап ақты. "Менің де жаным ауырады." Балныр, "Күнде жұмыс, күнде ұрыс. Балапанымнан айырылдым." Дауысы дірілдеп шықты. "Сонда да ешкім мені аяған жоқ." Талғат алғаш рет көзін тайдырып әкетті. Сол түні үлкен жаңжал болды. Кенжебике де араласты. Жұлдыз да қосылды. Барлығы Балнырға қарсы шыққандай еді. "Келіннің міндеті бар. Сабыр ету керек. Барлық әйел осылай өмір сүреді." Балнырдың төзімі таусылды. "Жоқ." Бөлмедегілер антаң болып қалды. "Барлық әйел бұғай өмір сүрмеу керек." "Не дедің? Мен құл емеспін." Кенжебикенің көзі шатынап кетті. "Біздің үйді құлдық деп тұрсың ба?" Балныр көз жасын сүртті. "Таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейін жұмыс істеймін. Өйткені келінсің. Ауырып тұрсам да жұмыс істеймін. Баламнан айырылған күні де ешкім жанымда болған жоқ." Бөлме ішін үнсіздік басты. Бұл сөздер алғаш рет ашық айтылған шындық еді. Жылдар емес, айлар бойы іште жиналған ауырлық сыртқа шыққан болатын. Бірақ ешкім кешірім сұрамады, ешкім аямады. Керісінше Кенжебике ашуланып, "Ұнамаса кет" деді. Бұл сөз найзағайдай тиді. Балныр қатып қалды. "Не? Есігіміз ашық. Қалғың келмесе кет." Сол түні Балныр жалғыз отырды. Терезеден қараңғы аспан көрінеді. Жаңбыр жауып тұр. Ол әкесін ойлады, анасын ойлады, өзінің бұрынғы өмірін ойлады, университеттегі армандарын, дипломын, болашағын, барлығы басқа адамның өміріндей көрінді. Сол кезде телефонына хабарлама келді. Құрбысы Әсемнен. "Көптен бері сөйлеспеген. Қалайсың? Сені сағынып кеттім." Балныр экранға ұзақ қарады. Көзінен жас тамды. Bir сәтке барлығын жазып жібергісі келді. Барлығын айтқысы келді. Бірақ болды жетпеді. Тек "Жақсымын" деп жауап берді. Тағы да өтірік. Бірақ бұл өтіріктердің ұзаққа созылмайтын күні жақындап келе жатқан еді. Өйткені бір адам оның шын жағдайын кездейсоқ біліп қояды. Сол оқиға Балнұрдың ата-анасына жетіп, бүкіл өмірін өзгертетін болады. Жаңжалдан кейін бірнеше апта өтті. Бірақ Балнұрдың өмірінде ештеңе өзгермеді. Керісінше, ол бұрынғыдан да тұйық болып кеткен еді. Күлімсіреу жоғалды. Көзіндегі от сөнді. Айнаға қараса, өзін танымайтын болды. Бірнеше айдың ішінде жүдеп кеткен. Бет сүйектері шығып қалған. Көзінің асты көгерген. Жасы 20 енді асқан қыз емес, өмірден қажыған әйелге ұқсайтын. Bir күні Кенжебике ауылдағы бір тойға баратын айтты. "Келін, дайындал. Мен де барам ба?" Әрине, Балнұрдың барғысы келмеді, бірақ таңдау жоқ еді. Той адамға толы болды. Ауылдың жартысы жиналғандай. Балнұр ас үй жақта жүріп қызмет істеді. Шай құйды, ыдыс тасты, дастархан жинады. Басқалар көңіл көтеріп жүргенде, ол тағы да жұмыс істеп жүрді. Сол кезде бір әйел оған ұзақ қарап тұрған байқамады. Бұл әйел олардың ауылындағы бұрынғы көршісі Сәуле апай болатын. Балнұр кішкентай кезінен танитын адам. Той біткен соң Сәуле апай оған жақындады. "Балнұрсың ба?" Қыз жалт қарады. "Сәуле апай, айналайын." Әйелдің жүзі өзгеріп кетті. "Саған не болған?" Балнұр күлімсіруге тырысты. "Ештеңе." "Жоқ." Ол қыздың бетінен сипады. "Сен бұрын мұндай емес едің." Балнұрдың көзіне жас келіп кетті, бірақ өзін ұстап қалды. "Шаршаңқырап жүрмін." "Қызым, бәрі жақсы." Сәуле апай сенген жоқ. Кешке үйге келген соң әйелдің көңілі орнына түспеді. Көрген бейнесі
көз алдынан кетпей қойды. Бұрынғы жайдары Балнұр қайда? Неге сонша жүдеп кеткен? Неге көзінде мұң бар? Ақыры келесі күні Күләшқа хабарласты. Телефон шырылдағанда Күләш ас үйде жүрген. Алло, Күләш, мен Сәуле ғой. Ой, амансың ба? Біраз амандықтан кейін Сәуле бірден сұрады. Балнұр қалай? Жақсы шығар. Шығар дегенің қалай? Күләш таңырқап қалды. Өзі солай дейді. Сәуле біраз үнсіз қалды. Сосын ақан ғана. Мен кеше көрдім. Қайда? Тойда. Күләштің жүрегі шым ете қалды. Қалай екен? Шынымды айтсам, Сәуле ауыр күрсінді. Қыздарыңды әрең тандым. Осы сөзден кейін Күләштің мазасы кетті. Күні бойы қызы туралы ойлады. Кешке Еркін жұмыстан келгенде бәрін айтты. Сәуле осылай деді. Еркін үнсіз тыңдап отырды. Мүмкін шаршаған шығар? Жоқ. Ана жүрегім бір нәрсені сезіп жүр. Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Сол түні Күләш қызына қайта-қайта хабарласты. Ақыры Балнұр көтерді. Қызым, иә апа, шынымды айтшы. Балнұрдың жүрегі зу ете қалды. Нені? Бақыттысың ба? Осы сұрақтан кейін қыздың көзіне жас толды. Бірақ тағы өтірік айтуға тырысты. Иә, өтірік айтпа. Балнұр үнсіз қалды. Қызым, мен сенің анаңмын. Телефонның ар жағында тыныштық орнады. 1 минут, 2 минут. Сосын кенет Балнұр жылап жіберді. Өксіп, бақырып, бар ішіндегі қайғысын сыртқа шығарып. Күләштің да жүрегі тоқтап қалғандай болды. Балнұр, апа, не болды? Мен шаршадым. Қыздың даусы әрең шықты. Өте қатты шаршадым. Сол түні алғаш рет Балнұр бәрін айтты. Алып қашқанын, күнделікті қорлықты, қол сияқты жұмыс істейтін, Талғаттың қарыздарын, сәбиінен айырылған, жалғыз қалған, барлығын. Телефонның ар жағында Күләш жылап отырды, ал Еркін үнсіз тыңдап тұрды. Қызының әр сөзі жүрегіне пышақ болып қадалып жатқандай еді. Ол ештеңе демеді, тек көзінен жас ақты. Қызы алғаш рет оның алдында әлсіздігін мойындаған болатын. Телефон сөнген соң Еркін орнынан тұрды. Түн ортасы еді. Күләш таңырқап қарады. Қайда барасың? Еркін шкафты ашып, киімдерін жинай бастады. Ертең таң ата жолға шығамын. Қазір ме? Иә, даусы қатты шықты. Қызымды алып келем. Осы сөзді айтқанда оның көзінде бұрын соңды болмаған қаталық пайда болды. Балнұрдың тағдырын өзгертетін күн жақындап келе жатқан еді. Таң әлі толық атпаған еді. Еркін көлігінің руліне отырып, ұзақ жолға шықты. Қасында Күләш отыр. Екеуі де түні бойы көз ілмеген. Көлік ішінде үнсіздік, тек мотордың дыбысы ғана естіледі. Күләш анда-санда көз жасын сүртіп қояды, ал Еркіннің жүзі тастай қатып қалған. Ол қызының кеше айтқан әр сөзін қайта-қайта есіне түсіріп келеді. Әке, мен шаршадым. Осы сөз оның жүрегін тіліп өткен еді. Түске таман олар Талғаттың ауылына жетті. Балнұр ол кезде аулада кір жайып жүрген. Қолында ауыз шелек, көзі шаршаңқы, басы орамамен таңылған. Қарапайым көйлегі де ескіріп кеткен. Қақпаның алдына тоқтаған көлікті көріп, алғашында мән бермеді. Бірақ көліктен әкесі түскенде қолындағы шелегі жерге құлап түсті. Әке, даусы әрең шықты. Келесі сәтте ол жүгіріп барып әкесін құшақтады. Балнұр бала сияқты жылап жіберді. Айлар бойы ішіне жинаған қайғысы сыртқа шыққандай. Әке, қызым. Еркін қызын құшақтап тұрып қатып қалды. Өйткені құшағындағы адам өз қызына ұқсамайтын. Балнұр қатты жүдеп кеткен еді. Күләш та қызын көріп жылап жіберді. Айналайын. Апа. Үшеуі ұзақ уақыт бір-бірінен ажырай алмады. Осы кезде үйден Кенжебике шықты. Артынша Жұлдыз көрінді. Көп ұзамай Талғат та келді. Ауылда да ауыр тыныштық орнады. Еркін алғаш рет бәріне көз жүгіртіп шықты. Сосын қызына қарады. Қолдары жарылып кеткен, тырнақтары сынып қалған. Бетінде бұрынғы нұр жоқ. Сол сәтте оның ішіндегі ашу тасып кетті. Балнұр, үйге жинал. Ауылда да бәрі үнсіз қалды. Кенжебике бірінші болып сөйледі. Бұл не дегеніңіз? Қызымды алып кетем. Ол сіздің үйіңізде емес. Ол менің қызым. Келін болып түскен. Еркін көзін тіке қадады. Келін болу, құл болу деген сөз емес. Бұл сөз ауылда да жаңғырып кетті. Кенжебике бірден қарсы шықты. Біз оған жамандық жасаған жоқпыз. Жоқ па? Еркіннің даусы дірілдеді. Сәбинен айырылған күні кім жанында болды? Ешкім үндемеді. Ауруханада кім қасында отырды? Тағы үнсіздік. Кім? Жауап жоқ. Балнұр көз жасын сүртіп тұр. Өмірінде алғаш рет өзін қорғайтын адам бар екенін сезді.
Талғат ақыра алға шықты. Ата, мәселені сөйлесіп шешейік. Еркін оған бұрылды. Сен сөйлейтін уақыт өтті. Мен Балнұрды жақсы көрем. Жақсы көретін адам алдамайды. Жақсы көретін адам қорлатпайды. Жақсы көретін адам әйелін жалғыз қалдырмайды. Талғат басын төмен түсірді. Бірнеше минут бойы ешкім сөйлемеді. Сосын Балнұр күтпеген нәрсе болды. Талғаттың көзіне жас келді. Мен қателестім. Бұл сөзді алғаш рет айтып тұр еді. Өте көп қателестім. Балнұр оған қарады, бірақ жүрегінде бұрынғы сезім қалмағанын түсінді. Шашау ғана қалған, жара ғана қалған. Қызым, Еркін оның қасына келді. Шешімді өзім қабылда. Балнұр қатып қалды. Бір жағында ата-анасы, екінші жағында осы үй, өткен өмірі, қираған армандары. Көз алдынан бәрі өтті. Алып қашқан түн, қорлық, қарыздар, ұйқысыз түндер, жоғалтқан сәбиі. Балнұр ақырын ғана басын көтерді. Сосын анық дауыспен: "Мен үйге қайтамын" деді. Осы сөзден кейін оның өміріндегі ең маңызды шешім қабылданды. Бірақ кету оңай болмайтын еді. Өйткені Кенжебике бұған көнгісі келмеді, ал Талғат Балнұрды жібермеу үшін соңғы әрекетін жасамақ. Балнұрдың бұл сөзі аулада тұрғандардың бәріне анық естілді. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Кенжебике сенбей қарап қалды. Жұлдыздың көзі бақырайып кетті, ал Талғат орнында қатып тұрды. Ол Балнұрдың осындай шешім қабылдайтынын күткен жоқ еді. "Не дедің?" деді Кенжебике ашуланып. "Мен ата-анаммен бірге кетемін." "Сонда отбасыңды тастап кетпексің бе?" Балнұрдың жүрегі ауырды. "Бұл жерде менің отбасым болған жоқ, апа." Бұл сөз Кенжебикеге ауыр тиді. "Біз сені қызымыздай көрдік." Балнұр ащы жымиды. "Қыздарыңыздай көрсеңіздер, жүкті күнімде ауыр шелек көтертпес едіңіздер." Кенжебике үнсіз қалды. "Қыздарыңыздай көрсеңіздер, ауруханада жалғыз қалдырмас едіңіздер." Аулада тағы үнсіздік орнады. Талғат баяу ғана Балнұрға жақындады. Балнұр, қыз оған қарады. Бір кездері осы адамды көрсе, жүрегі дүсілдейтін, ал қазір ештеңе сезбейді. Кек шаршағанын ғана сезеді. "Кетпе." Балнұр үндемеді. "Мен бәрін сөйтем." "Қалай?" "Құмар ойынды тастайым." "Бұны бұрында айтқансың." "Бұл жолы шын. Мен де саған бұрын шын сенгенмін." Талғаттың көзіне жас келді. "Маған тағы бір мүмкіндік берші." Балнұрдың көз алдына соңғы айлар елестеді. Таңғы 5-те тұрып су тасыған күндер, түн жарымына дейін ыдыс жуған күндер, қарыз сұрап келген адамдар, ауруханадағы жалғыздық, сәбиінен айырылған сәт. Жүрегі тағы сыздап кетті. "Мен саған тым көп мүмкіндік бердім." Талғат оның қолынан ұстады. "Өтінем." Балнұр ақырын ғана қолын тартып алды. "Мен өзімді жоғалтып алдым, Талғат. Мен бұл үйге келгенде басқа адам едім. Ал қазір айнадан өзімізді танымаймын." Талғат үнсіз жылап тұрды, бірақ кейбір кешірімдер кеш айтылатын еді. Балнұр бөлмесіне кірді. Өзімен бірге алып келген кішкентай сөмкесін шығарды. Заттары онша көп емес екен. Бірнеше көйлек, кітаптары, университеттегі дәптерлері, бірнеше ескі сурет. Соларды жинап отырып көзінен жас ақты. Бұл көз жасы Талғат үшін емес еді. Бұл өз армандары үшін еді. Өзі жоғалтқан уақыт үшін еді. Сөмкенің түбінен студенттік билеті шықты. Суреттегі Балнұр күлімсіреп тұр. Арманшыл, бақытты, үмітке толы. Қыз суретке ұзақ қарады, сосын сыбырлап: "Мен сені қайта табам" деді. Бір сағаттан кейін көлік жолға шықты. Балнұр артқы орындықта отыр. Қасында анасы, алдында әкесі. Туған үйіне қарай кетіп барады. Қақпаның алдында Талғат ұзақ қарап тұрды. Көлік алыстаған сайын кішірейіп бара жатты. Бір кезде мүлде көрінбей кетті. Сол сәтте Талғат өміріндегі ең қымбат адамнан айырылғанын түсінді. Бірақ тым кеш еді. Жол бойы ешкім көп сөйлеген жоқ. Тек Күләш қызының қолын ұстап отырды. Бір кезде Балнұр терезеге қарап: "Әке" деді. "Иә қызым." "Кешіріңізші, Еркін таңырқап қалды." "Не үшін?" "Сіздерге ертерек айтпағаным үшін." Еркін көлікті баяулатып артқа қарады. "Қызым." Дауысы дірілдеп шықты. "Ата-ананың жүрегі баласы үшін жаралған. Қандай қиындық болса да жалғыз көтерме." Балнұр тағы жылап жіберді. Күн бата олар ауылға жетті. Үйдің ауласына кірген сәтте Балнұрдың жүрегі елжіреп кетті. Бәрі сол күй екен. Бала күнгі алма ағашы, ескі орындық, терезелер, туған үйдің иісі. Ол үйге кірген бойда өзін қауіпсіз сезінді. Көп айдан бері алғаш рет. Бірақ алда оны тағы бір маңызды шешім күтіп тұр еді.
Балнұр өмірін қайта бастай ала ма? Әлде өткеннің жарасы оған мүмкіндік бермей ме? Балнұр туған үйінің табалдырығын аттаған күні ұзақ уақыт ұйықтады. Ешкім оны таңғы 5-те оятпады. Ешкім бұйрық берген жоқ. Ешкім айқайлаған жоқ. Тек тыныштық, жылы көрпе, анасының мейірімі, сол тыныштықтың өзі оған ертегідей көрінді. Таңертең көзін ашқанда терезеден күн сәулесі түсіп тұр екен. Ас үйден бауырсақтың иісі келеді. Бала күннен таныс иіс. Балнұрдың көзінен еріксіз жас шығып кетті. Ол қанша уақыттан бері өзін осылай қауіпсіз сезінбегенін түсінді. Күләш қызының жанына күнде келіп жүрді. Қызым, тамақ іштің бе? Іштім, апа. Дәрінді уақытында іш. Жарайды. Бірде анасы оның шашын тарап отырғанда Балнұр кенет жылап жіберді. Не болды, қызым? Білмеймін. Жылағың келсе жыла. Күләш қызын құшағына басты. Енді ештеңені ішіңе сақтама. Сол күні Балнұр көп жылады. Бәлкім алғаш рет шын жылады. Еркінде қызы үшін қашты алаңдайтын, бірақ сезімін көп көрсете бермейтін. Бір күні аулада екеуі жалғыз қалды. Қызым, иә әке, өзіңді кінәлама. Балнұр үнсіз қалды. Мен бәріне кінәлімін сияқты. Жоқ. Егер сол күні кетіп қалсам? Жоқ. Еркін оның сөзін бөліп жіберді. Қателік жасаған адам сен емес. Балнұр көз жасын сүртті. Бірақ кейде жақсы адамдар жаман адамдардың кесірінен зардап шегеді. Бұл сенің кінәң емес. Осы сөздерді естігенде Балнұрдың жүрегіндегі ауыр жүктің бір бөлігі түскендей болды. Бірнеше аптадан кейін ол қайтадан кітаптарын қолға ала бастады. Университеттегі ескі дәптерлерін ашты. Жарты жолда қалған армандарын есіне түсірді. Бір күні Әсем келді, ескі құрбысы. Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. Неге үндемедің? Ұялдым. Неден? Бақытсыз болғанымнан. Әсем оның қолын қысты. Адам бақытсыз болған үшін ұялмауы керек. Балнұр алғаш рет күлімсіреді. Күндер өте бастады. Жарасы толық жазылмаса да, жаны біртіндеп тынышталып келе жатты. Бірақ өткен өмірдің елесі әлі де соңынан қалмайтын. Кей түндері түсінде сәбиін көретін, кейде талғат есіне түсетін, кейде алып қашқан түн қайта оралатын. Сонда оянып кетіп, ұзақ уақыт ұйықтай алмай жататын. Бір күні күтпеген жерден телефон шырылдады. Экранда бір есім жазылып тұр. Талғат. Балнұрдың жүрегі шімете қалды. Қоңырау ұзақ соғылды, бірақ ол көтермеді. Бірнеше минуттан кейін хабарлама келді. Кешірші, мен емделуге жазылдым. Құмар ойынды тастап жатырмын. Бір рет сөйлессек екен. Балнұр экранға ұзақ қарап отырды. Бір кездері осы хабарламаны күтер еді, бірақ қазір бәрі басқаша болатын. Кейбір жаралар жазылады, бірақ іздері қалады. Сол түні ол хабарламаға жауап жазбады. Телефонды өшіріп қойды. Сосын терезенің алдына барып отырды. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Өмір жалғасып жатқандай. Қанша қиындық болса да, қанша қайғы болса да, өмір тоқтамайды екен. Сол сәтте Балнұр маңызды шешім қабылдады. Ол өткен өмірінен қашып жүрмейді. Қайта оны жеңеді. Оқуын аяқтайды. Өзін қайта табады. Жаңа өмір бастайды. Ал тағдыр оған күтпеген сый дайындап қойған еді. Бірнеше айдан кейін болатын бір кездесу оның өмірін түбегейлі өзгертетін болады. Арада 6 ай өтті. Балнұр баяу болса да өз өмірін қайта құра бастады. Алғашқы айлар өте ауыр болды. Кейде ештеңе істегісі келмейтін, кейде күні бойы төсектен тұрмай жататын, кейде жоғалтқан сәбиін ойлап жылайтын. Бірақ ата-анасының қолдауы оны қайта тұрғызды. Күләш күн сайын қызына күш беріп отырды, ал Еркін үнсіз ғана жаннан табылатын. Балнұр алғаш рет жалғыз емес екенін сезінді. Көктем келгенде ол университетке қайта хабарласты. Бұрынғы оқытушылары оның жағдайын естіп, көмектесуге тырысты. Кейбір пәндерін қайта тапсыруға мүмкіндік берілді. Алғашқы күні университетке кіргенде жүрегі қатты соқты. Бір кездері армандарын арқалап келген ғимаратқа қайта оралған еді. Дәліздер сол қалпы, аудиториялар сол қалпы, тек Балнұрдың өзі өзгеріп кеткен. Сабақтан шыққан соң ол университет ауласындағы орындыққа отырып қалды. Сол кезде жанынан таныс дауыс естілді. Балнұр. Қыз басын көтерді. Алдында орта бойлы, жылы жүзді жігіт тұр екен. Кешіріңіз, танымадым. Жігіт күлімсіреді. Мен Нұрсұлтанмын, бір факультетте оқығанбыз. Балнұр есіне түсірді. Расымен көрген сияқты, бірақ көп араласпаған. Қалайсың? Деп сұрады жігіт. Жақсымын. Көрінбей кеттім ғой. Балнұр қысқа ғана жымиды. Өмірде түрлі жағдай болады екен.
Нұрсұлтан оның көзіне қарап тұрды, бірақ артық сұрақ қоймады. Бұл Балнұрға ұнады, өйткені көп адам оның өткенін қазбалайтын, ал мына жігіт үнсіз түсіне білетін сияқты. Күндер өте берді. Балнұр оқуына ден қойды. Бұрынғыдай үздік студент болуға тырысты. Түндер бойы кітап оқыды, жобалар дайындады, семинарларға қатысты. Өзін қайтадан таба бастағандай еді. Бір күні диплом қорғау күні келді. Балнұр сахна алдында тұрғанда қолдары дірілдеп кетті. Көз алдына соңғы 2 жыл елестеді. Алып қашқан түн, қорлық, көз жасы, жоғалтқан сәбиі, әкесінің келуі, үйге оралуы. Бәрі бір сәтте кино сияқты өтіп шықты. Сосын ол керең дем алды және қорғауын бастап кетті. 1 сағаттан кейін нәтижелер жарияланды. Балнұр еркін қызы өте жақсы. Зал қол шапалақтады. Қыздың көзінен жас шығып кетті. Бұл жолы қуаныштың жасы еді. Залдың артында анасы мен әкесі отырды. Күләш жылап отыр. Еркіннің де көзі жасаурап кеткен. Сол кеште үйге қайтып келе жатқанда еркін қызына қарап, «Міне, нағыз жеңіс осы». «Қандай жеңіс?» «Құлап қалғаннан кейін қайта тұру». Балнұр жымиды. Әкесінің сөзі жүрегіне жетті. Бірнеше аптадан кейін оған жұмыс ұсынысы келді. Әйелдерге психологиялық көмек көрсететін орталықтан. Балнұр бірден келісті, өйткені ол басқалардың қайғысын жақсы түсінетін. Өзі сондай жолдан өткен еді. Жұмыстың алғашқы күні кабинетке жас келіншек кірді. Жылап отыр, қорқып отыр. Балнұр оған қарап отырып, өз өткенін көргендей болды. «Қорқпаңыз». Әйел басын көтерді. «Мен сізді түсінем». Бұл сөз шын жүректен шыққан еді. Өйткені Балнұр шынымен түсінетін. Сол күні кешке үйіне қайтып келе жатқанда телефонға хабарлама келді. Белгісіз нөмір. «Сен бақытты болуға лайықсың. Өзіңді ешқашан кінәлама». Хабарламаның астында бір ғана есім тұрды. Талғат. Балнұр ұзақ қарап тұрды. Сосын телефонды сөндірді. Өткен өмірмен соңғы байланыста үзілгендей болды. Алда оны мүлде жаңа өмір күтіп тұр еді. Жарасы толық жазылмаса да, жүрегінде қайтадан үміт пайда болған. Енді ол құрбан емес еді. Енді ол өз тағдырын өзі таңдайтын әйелге айналған. Бірақ оның өміріндегі ең әсерлі сәт әлі алда болатын. Арада 3 жыл өтті. Балнұрдың өмірі мүлде басқа арнаға бұрылған еді. Баяғы қорқақ үнемі жылап жүретін келіншектің орнында енді өзіне сенімді, білімді, қайсар әйел тұрған. Ол әйелдерге көмек көрсететін орталықта жұмыс істейтін. Қиын жағдайға түскен талай қыз келіншектің көз жасын көрді, талай тағдырды тыңдады. Кейде олардың әңгімесі өз өміріне ұқсап кететін. Сонда Балнұр олардың қолынан ұстап, бұл өмірдің соңы емес дейтін. Өйткені ол соны өз өмірмен дәлелдеген еді. Бір күні орталыққа жас қыз келді, жылап отыр, даусы дірілдейді. «Мен енді шыдай алмайым». Балнұр оның сөзін бөлмей тыңдады. Қыз өз басынан өткен қорлықтарды айтып берді. Сол кезде Балнұр бірнеше жыл бұрынғы өзін көргендей болды. Әңгіме аяқталған соң ол қыздың қолынан ұстады. «Мен де осындай жолдан өткенмін». Қыз таңырқап қарады. «Рас па?» «Иә». «Сонда қалай аман қалдыңыз?» Балнұр жымиды. Көзінде мұң да, күш те бар еді. «Бір күні өзімді таңдадым». Сол кеште жұмыстан шыққанда оны бір адам күтіп тұр екен, Нұрсұлтан. Соңғы 3 жылда олар жақсы досқа айналған. Ал достық біртіндеп сыйластыққа, сыйластық сенімге ұласқан еді. Нұрсұлтан ешқашан оның жарасын қазбаламады. Ешқашан өткенін бетіне баспады. Тек әрқашан жанынан табылды. Қажет кезде қолдау көрсетті. Олар саябақпен баяу жүріп келе жатты. Күн батып бара жатқан. Аспан қызғылт түске боялған. Бір кезде Нұрсұлтан тоқтап қалды. «Балнұр?» «Иә». Жігіттің даусы толқып шықты. «Саған бір нәрсе айтқым келеді». Балнұр жүрегінің дүрсілдегенін сезді. Нұрсұлтан қалтасынан кішкентай қорап шығарды. «Сен өмірде көп қиындық көрдім. Бірақ соған қарамастан мейірімді болып қалдым. Көп адам сынатын жерде сен қайта тұрдым. Оның көзіне қарап тұрып, қалған өміріңді менімен бірге өткізесің бе?» деді. Балнұрдың көзінен жас ағып кетті. Бірақ бұл бұрынғы қайғының жасы емес еді. Бұл бақыттың жасы болатын. Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын күлімсіреп, «Иә» деді. Сол жылы олар шағын ғана той жасады. Бұл жолы ешкім ешкімді алып қашқан жоқ. Ешкімнің көз жасы болған жоқ. Ешкім мәжбүрленген жоқ. Барлығы өзара құрмет пен махаббатқа негізделген еді.
Еркін қызын ұзатып тұрып, көз жасын тыя алмады. Әке? Иә қызым. Бұл жолы қорықпаймын. Еркін күлімсіреп басын изеді. Өйткені бұл жолы сен өз таңдауыңды жасадың. Арада тағы 2 жыл өтті. Көктемнің жайма шуақ күні еді. Балнұр керезе алдында отыр, қолында кішкентай сәби. Ұлының жасы бірден жаңа асқан. Бүлдіршін анасының саусағынан ұстап күліп жатыр. Сол сәтте Балнұрдың көзі еріксіз жасқа толды. Ол жоғалтқан сәбиін есіне алды. Өміріндегі ауыр күндерді есіне алды. Құлдықтай өткен айларды есіне алды. Сосын ұлының маңдайынан сүйді. Сенің өмірім басқа болады құлыным. Кешке бүкіл отбасы дастархан басына жиналды. Күләш немересін ойнатып отыр. Еркін мәз болып күліп отыр. Нұрсұлтан шай құйып беріп жүр. Үй іші қуанышқа толы. Балнұр бәріне қарап отырып керең тыныс алды. Бір кезде өзін бақытқа лайық емеспін деп ойлайтын. Бірақ өмір оған басқа нәрсені үйретті. Кейде тағдыр адамды ең қараңғы жолдардан өткізеді. Бірақ сол жолдың соңында жарық болуы мүмкін. Ең бастысы үмітті жоғалтпау, өзіңді жоғалтпау және ешқашан қорлықты тағдыр деп қабылдамау. Сол түні Балнұр ұйықтап жатқан ұлына қарап ұзақ отырды. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Жүрегінде тыныштық бар. Көптен бері алғаш рет. Өйткені ол ақыры өз бақытына жеткен еді. Балнұрдың жаңа өмір бастағанына 5 жыл болған. Жұмысы бар, сүйікті жары Нұрсұлтан бар. Бір ұлы өсіп келе жатыр. Өмірі бір қалыпқа түскендей болатын. Бірақ кейде өткен өмірдің елестері күтпеген жерден қайта оралатын. Бір күні жұмысқа бара жатқанда оған Әсем хабарласты. Балнұр, бір нәрсе естідім. Не болды? Әсем біраз үнсіз қалды. Сенің бұрынғы енен туралы. Балнұрдың жүрегі шым ете қалды. Не болыпты? Кенжебике апай қатты ауырып қалыпты. Қалай? Инсульт алыпты дейді. Балнұр үнсіз қалды. Қазір төсекте жатыр екен. Оң жағы қозғалмай қапты. Балнұр не айтарын білмеді. Кешке үйіне келген соң ұзақ ойланды. Көз алдына бұрынғы күндер келді. Таңғы 5-те оянған кездері, ауыр шелек көтерген кездері, қызуы көтеріліп тұрса да жұмыс істеген күндері, сәбиінен айырылған күн. Сол күндері Кенжебике оған бір ретте жанашырлық танытпаған еді. Бірнеше аптадан кейін ауыл жақтан тағы хабар жетті. Кенжебикенің жағдайы нашарлап кеткен екен. Өздігінен жүре алмайды. Басқа адамның көмегінсіз тамақ таша алмайды. Бұрын бүкіл үйге бұйрық беріп үйренген әйел енді бір стақан суға мұқтаж болып қалған. Балнұр ауыр күрсінді. Өмір кейде бәрін өз орнына қояды екен. Бір күні тағы бір танысы хабарласты. Бұл жолы әңгіме Талғат туралы еді. Балнұр, Талғатты көрдім. Қалай екен? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Айту қиын. Не болды? Ауылда жоқ. Қайда? Қалада жүр екен. Жұмыс істей ме? Жоқ. Балнұрдың жүрегі тағы шым етті. Сөйтсе Талғат құмар ойынды мүлде тастай алмаған екен. Балнұр кеткен соң біраз уақыт түзелуге тырысқан. Бірақ қайтадан ойынға кіріп кеткен. Үй сатылған, көлік кеткен, мал кеткен. Бар дүние біртіндеп жоғалған. Қарыздар көбейген. Достары керіс айналған. Туыстары көмектесуден шаршаған. Ақыры Талғаттың барар жері қалмаған. Бір күні Әсем оған сурет жіберді. Балнұр ұзақ уақыт ашуға батылы жетпеді. Ақыры суретті ашты. Көшедегі орындықта отырған адам көрінді. Сақалы өсіп өткен, киімі ескі, көзі шаршаған. Бірден таныды. Талғат еді. Бір кезде өзін алып қашқан. Өмірін өзгерткен, армандарын қиратқан адам. Балнұрдың көзінен еріксіз жас шықты. Бұл махаббаттың жасы емес еді. Бұл аяныштың жасы еді. Өйткені алдында отырған адамға қарап, оның қаншалықты құлағанын көрді. Сол түні Нұрсұлтан оның жанында отырды. Қиналып отырсың ба? Білмеймін. Өкініп отырсың ба? Балнұр басын шайқады. Жоқ. Онда не? Балнұр терезеге қарады. Адам тағдырын осынша құртып жіберетініне жаным ашиды. Нұрсұлтан оның қолынан ұстады. Кейбір адамдарға ең ауыр жазаны өмірдің өзі береді. Сол түні Балнұр ұзақ дұға жасады. Кенжебикеге де, Талғатқа да. Өйткені олардың жасағанын ешқашан ұмытпаса да, жүрегінде өшпенділік қалмаған еді. Ол әлде қашан өткен өмірден босап шыққан болатын. Ал Кенжебике төсекте жатып өткен күндерін есіне алып өкінумен қалды. Талғат болса көшеде жалғыз қалып, бір кезде жоғалтқан бақытының енді ешқашан қайтып келмейтінін түсінді. Ал Балнұр болса сол түні ұлының гүл өрмесіне кіріп маңдайынан сүйді. Сосын күлімсіреп сыбырлады.
Ең үлкен жеңіс кек алу емес, бақытты өмір сүру екен. Күздің салқын күні еді. Жапырақтар сарғайып, жерге төгіліп жатқан. Балнұр жұмыста отырған кезде бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Алло, телефонның ар жағынан әйел даусы естілді. Балнұрсың ба? Иә, мен Жұлдызбын. Балнұр бірден таныды. Бірнеше жыл бойы сөйлеспеген бұрынғы қайын сіңлісі. Жүрегі біртүрлі болып кетті. Тыңдап тұрмын. Жұлдыздың даусы мұңды шықты. Анам сені көргісі келеді. Балнұр үнсіз қалды. Дәрігерлер көп уақыты қалмағанын айтып жатыр. Осы сөзден кейін Балнұр бірнеше күн ойланып жүрді. Барғысы келмеді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде аяқталмай қалған әңгіме бар еді. Ақыры Нұрсұлтанмен ақылдасты. Барсам ба екен? Нұрсұлтан оның қолынан ұстады. Шешімді өзің қабылда. Қорқамын. Неден? Өткен күндерден. Нұрсұлтан күлімсіреді. Сен бұрынғы Балнұр емессің. Осы сөз оған күш берді. 2 күннен кейін Балнұр бұрынғы ауылға келді. Жүрегі қатты соғып тұр. Талай көз жасы қалған көше, талай мұңы қалған үй. Қақпада сол күй екен. Тек ескі көрінеді. Шаршаған, есінен бұрын қартайып кеткендей. Үйге кіргенде іші тып-тыныш еді. Баяғы айқай жоқ, баяғы бұйрық жоқ, баяғы тәкаппарлық жоқ. Жұлдыз оны үнсіз қарсы алды. Көзінің астында көгерген іздер бар. Өзі де қатты өзгерген. Рахмет келгеніңе. Балнұр үндемей басын изеді. Бөлмеге кіргенде төсекте жатқан Кенжебікені көрді. Бір сәтке танымады. Бұл бұрынғы Кенжебіке емес еді. Бұрынғыдай тік жүретін, қатал сөйлейтін әйелден ештеңе қалмаған. Беті әжім басқан, шашы ағарған, денесінің жартысы қозғалмайды, көзінде ғана мұң бар. Кенжебіке Балнұрды көргенде көзіне жас алды, ерні дірілдеді. Балнұр. Даусы әрең шықты. Балнұр үнсіз тұрды. Ішінде не ашу жоқ, не қуаныш жоқ, тек тыныштық. Кешір мені. Кенжебікенің көзінен жас ағып жатты. Қатты қателестім. Балнұр үндемеді. Сенің қадіріңді білмедім. Қызымдай көрудің орнына қорладым. Алла жазамды берді. Бөлме іші үнсіз қалды. Кенжебіке жылап жатты. Сен кеткеннен кейін ғана түсіндім. Үйдің берекесі сен екенсің. Сенің қандай қиындық көргеніңді енді түсіндім. Балнұр терең дем алды. Көз алдына баяғы күндер елестеді. Су тасқан кездері, ұйқысыз түндер, ауруханадағы жалғыздық, жоғалтқан сәбиі. Мен сізді кешірдім, апа. Кенжебіке көзіне сенбей қалды. Рас па? Иә. Неге? Балнұр ақырын жымиды. Себебі мен ол ауырлықты жүрегімде алып жүргісі келмейді. Кенжебіке еңіреп жылап жіберді. Бір кезде ол ақырын сұрады. Талғатты көрдің бе? Балнұр басын шайқады. Жоқ. Жұлдыз төмен қарады. Ол мүлде жоғалып кетті. Кейде көшеден көреді екен адамдар. Бірақ үйге келмейді. Балнұр көзін жұмды. Тағдырдың қандай қатал болатынын тағы бір рет сезінді. Үйден шығар кезде Кенжебіке оны қайта шақырды. Балнұр. Иә. Бақыттысың ба? Балнұр бір сәт ойланып қалды. Сосын күлімсіреді. Иә. Осы бір ауыз сөз Кенжебікенің жүрегіне қатты тиді. Өйткені ол Балнұрдың бақытты болуына кедергі болған еді. Ал соған қарамастан қыз бақытын тауып кеткен болатын. Балнұр үйден шықты. Күзгі жел бетіне тиді. Ол артқа бұрынып қарамады. Себебі өткен өмірмен соңғы рет қоштасқан сезді. Енді ол үй оның қорқынышы емес, тек артта қалған естелік қана. Ал алдында күйеуі Нұрсұлтан мен ұлы күтіп тұр еді. Өмір күтіп тұр еді. Бақыт күтіп тұр еді. Және Балнұр сол бақытқа қарай нық қадаммен жүріп бара жатты. Құрметті тыңдарман, бұл оқиға аяқталғанымен, Балнұрдың басынан өткен азаптың бәрі бұл әңгімеге толық сыйған жоқ. Кейбір жараларды сөзбен жеткізу қиын. Кейбір естеліктерді қайта қозғау тым ауыр. Сол себепті біз Балнұрдың өміріндегі кейбір қасіретті сәттерді әңгімеге қоспадық. Мысалы, Талғаттың ашуға булыққан кездерінде Балнұрға қол көтерген сәттер де болған. Қатты айқайлаған күндері болған. Жылап отырған әйелінің жан жарасын елемеген кездері болған. Бірақ бұл оқиғаларды егжей-тегжейлі айтпадық. Өйткені Балнұрдың тағдыры онсыз да жеткілікті ауыр еді. Біздің мақсатымыз қатыгездікті көрсету емес, адамның қиындықтан қалай шығып, қайта өмір сүре алатынын көрсету болатын. Егер Балнұрдың тағдыры туралы бұл әсерлі оқиға сіздің жүрегіңізге жетсе, арнамызға міндетті түрде жазылыңыз. Алда сіздерді өмірден алынған, тағылымы мол, жүрекке әсер ететін жаңа әңгімелер мен аудио кітаптар күтіп тұр.
пікір қалдырып, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз бізге жаңа әрі қызықты оқиғалар дайындауға үлкен шабыт береді. Қоңырау белгішесін қосып қойыңыз, сонда жаңа шығарылымдарды жіберіп алмайсыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі әсерлі оқиғаларда жүздескенше.